Сәлем баршаңызға, қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Мен бүгін өте қолжетімді заттармен жасалатын сыр, яғни ірімшік жасаймын. Егер де менің сырым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттарымыз сүт, яғни қолдың сүті де, магазин сүті де болады. Менің сүтім 1 литрге жетер-жетпес, яғни 1 пилайда жетпейді. Арнайы ыдысымызға осы сүтімізді пісіріп аламыз. Осы сүтімізді пісіріп жатқанда мен начинкасын дайындап аламын. Сіздерге түспей қапты. 2 жұмыртқама 2 қасық қаймамыз жақсылап араластырып, оның үстіне тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Егер де сіздердің жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 1 жұмыртқа да жетеді. Сүтімізді осылай арнайы ыдысқа құйып пісіріп аламыз. Қатты қайнатпаймыз сүтімізді. Сүтімізді осылай пісіргеннен кейін ожаудың көмегімен 1-2 мәрет сапырып аламыз. Сүтіміздің астын жайырақ қоямыз. Қатты қайнап кетпеу керек. Мен начинкамды сүттің үстіне құя салам. Осылай құйып, қайталап ожаудың көмегімен 2-3 мәрет сапырып, 3-4 минутқа қоямыз, сапырып тұрамыз. Бірақ осылай біздің сүтіміздің түрі өзгеріп, ірей бастайды. Үстінен сары сулар шыға бастайды. Сүтіміз осылай ірей бастайды, құрт тәріздес болып. Жақсылап іріп болғаннан кейін арнайы, яғни марлы мүзге құйып аламыз. Қолдарыңыз күйіп қалмасын. Марлы мүзге құйып, оның астына кішкентай елгезерімді қойып қойдым. Менде елгезерім кішкентай болды, үлкен елгезер болса жақсы болады. Осылай елгезерімізді қойып, оның үстіне қасықтың көмегімен астындағы, яғни сары суымызды қатты қасық көмегімен басып сығып аламыз. Осылай қойып, үстіне ауыр зат қоямыз. Мен тас қойып қоямын. Осыны 6 сағатқа немесе 1 күнге қойып қойсақ болады. Ауыр зат қоямыз. Біздің сырымыз дайын болды. Өте домалақ, өз қалпында шықты. Кескенге де өте керемет болып кесіледі. Балдар да сүйсініп жейді. Қонақтың алдына қойсаңыз да ұялмайтындай сыр болып шығады. Жесе